Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Векторларға байланысты тағы да бір мынандай есепке назар аударайық. N векторының координаты берілген, N векторының координаты берілген. 2m плюс n векторы менен m минус n векторлары перпендикуляр бола ма дейді. Екі вектор перпендикуляр болу үшін олардың скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болу керек. Яғни мына вектор менен келесі векторымыз m минус 2n векторының скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болу керек. Енді олардың скаляр көбейтіндісін 0-ге теңестіріп көрейік. 2m плюс n векторын бірінші тауып алайық. Ол үшін m векторын 2-ге көбейтіп, n-ді қосатын боламыз. 2 көбейтілген m векторы, оны былайынан жазуға болады, 2 көбейтілген 1-де 0, қосылған n векторы. n векторы менде 0-де 1. Енді осы векторды бөлек есептеп алайық. Көбейтіп жазып алайын, 2-де 2 0 0 болады. Енді осы векторды қосамын 0-де 1-ге. Екі векторды қосу үшін бірінші координатқа қосамын. Демек 2-ге 0-ді қосам. 2, 0-ге 1-ді қосам. 1. Демек мендегі 2m плюс n векторы міне шығып тұр. Енді келесі мына вектордың мәнін есептеп тауып алам. Оған 1-де 0 векторы. Осы вектордан аламын 2-ге n векторын көбейтіп, n вектор менде 0-де 1 болған. 1-ден 0 бірінші вектордың координаты аламын. Енді 2-ні мына векторға көбейту үшін әр қайсысын мына коэффициентке көбейтемін. Сонда ол менде 0-де 2 болады екен. Енді мына вектордан мына векторды азайту деген сөз, оның әрбір сәйкес координаттарын азайтсақ жеткілікті. 1-ден 0-ді алам 1, 0-ден 2-ні алам минус 2. Демек, менде екінші вектор мынау шықты. Енді бұлардың скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болу керек. Екі вектордың скаляр көбейтіндісі дегеніміз сәйкес координаттарын көбейтіп, қосу деген сөз. 2-ге 1-ді көбейтем. Қосамын, 1-ге минус 2-ні көбейтіп. 1-ге минус 2-ні, минус 2-ге 1-ді көбейтіп. Сол кезде мына шарт бойынша 0 шығу керек. Енді есептейік. 2, мынау минус 2 тең 0. 0 тең 0. Демек, мына шарт орындалып тұр. Ендеше 2m плюс n векторы менен m минус 2n векторлары перпендикуляр болады екен. Болады деп жазсақ болады,